Сәлеметсіздер ме? Сіздермен ақуызға жасалынатын меренговый рулет жасайтын боламыз. Үнемі осы рецептпен жасаймын. Сіздер де жасап көріңіздер, және де видео ұнаса пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға жұмыртқамыздың ағы мен сарысын бөліп аламыз. Осылай кетпе-кеттікпен барлығын бөліп алғаннан кейін барып, үстіне шым-шым тұз қосып, миксердің көмегімен ең жай жылдамдығымен көпіртіріп бастаймыз. Осылай 2-3 минут көпіртіргеннен кейін өлшеніп алған қантымызды аз-аздан қоса отыра көпіртіруді жалғастырамыз. Барлығын бірден қосып жібермеңіздер. Жаймен қосып көпіртіруді жалғастырамыз. Қантымызды осылай көпіртіріп алғаннан кейін массамызды қою қатты массаға келтіріп аламыз. Мінекей видеодағыдай массаға келтіріп алғаннан кейін үстіне лимонның согын және де кукурузный немесе картофельный крахмалды қосып, лопатаның көмегімен астынан үстіне қарай араластырып біркелкі массаға келтіріп аламыз. Осылай араластырып болған дайын массамызды листімізге міндетті түрде пергамент қағазын төсеп, үстіне салып шығамыз. Осылай барлығын салып алғаннан кейін листімізге тегістеп жайып аламыз. Салып алғаннан кейін осылай бетін тегістеп аламыз. Және де алдын ала қызып тұрған пеште 160-140 градустарда пісіріп аламыз. Мінекей біздің меренговый рулетіміз дайын болды. Енді оны екінші қағазымызға бетін аударып, суытып алатын боламыз. Асты жабыспайды қатты. Осылай қағазын алып, суытып алғаннан кейін сливкиден крем жасап аламыз. Сливки және де творожный сырымызды үстіне өлшеніп алған қант ұнтағымызды салып, миксердің көмегімен араластырып, қою масса болғанға дейін көпіртіріп аламыз. Дайын кремімізді осылай рулетіміздің ішіне жағып шығамыз. Кремнің кішкене бөлігін алып қаламыз. Бізге бетін әрлеу үшін керек болады. Осылай кремді тегістей етіп жайып алғаннан кейін барып, мен ішіне малина салдым. Сіздер салсаңыздар да, салмасаңыздар да, немесе басқа бір жемісті қолдансаңыздар да болады. Осылай салып алғаннан кейін тығыздап орап шығатын боламыз. Мінекей осылай орап алғаннан кейін барып, осылай насадка және кондитерский мешоктың көмегімен бетін әрлейтін боламыз. Жаңағы алып қалған кремімізді осының ішіне саламыз. Және де видеода көрсеткенімдей әрлеп шықсаңыздар болады. Мінекей осылай креммен әрлеп алғаннан кейін барып, өздеріңіз қалауларыңызға қарай оформление жасап аласыздар. Біздің меренговый дайын. Сіздер де жасап көріңіздер.